Өкпе аурулары дегеніміз не? Өкпе аурулары тыныс алу жүйесін зақымдайтын, өкпенің қалыпты жұмысын бұзатын әртүрлі дерттер. Бұл аурулар тыныс тарылуына, жөтелге, ентігуге, тыныстың жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Өкпе ауруларының негізгі түрлері. Бірінші, инфекциялық аурулар. Пневмония, өкпе қабынуы, бактерия, вирус әсерінен өкпенің қабынуы. Туберкулез, баяу дамитын жұқпалы ауру, өкпеде қуыстар түзуі мүмкін. Бронхит, бронхтардың қабынуы, көбіне жөтелмен жүреді. Екінші, созылмалы өкпе аурулары. Созылмалы обструктивті өкпе ауруы. Темекі, шаң әсерінен дамиды, тыныс жолдары тарылып қалады. Бронх демікпесі, астма, аллергия немесе суық әсерінен тыныс жолдарының тарылуы. Эмфизема, өкпе көпіршіктерінің жарылып кеңеюі. Үшінші, аллергиялық және қабынбалы аурулар. Аллергиялық альвеолит, өкпенің фиброзы, өкпе тінінің қатаюы. Саркоидоз. Төртінші, өкпе ісіктері жатады. Өкпе ауруларының алдын алу, темекіден толық бас тарту, суық тиюді болдырмау, иммунитетті күшейту. Туберкулезге жыл сайын флюорография, рентген тексерістен өту. Үйді желдетіп, шаңды азайту. Аллергия болса, аллергендерден аулақ болу. Денсаулықтарыңызды сақтап, өздеріңізді күтіп жүріңіздер. Сау болыңыздар.